Ассалаумағалейкум жігіттер, жанып тұрған үміттер, әрең шығардық мынаны, енді шөп жарамы тураймыз бұйырса. Родной, атам қазақ ежелден мал баққан. Оған бола сен Гоголға кіріп, ютубке кіріп, басқа ұлт, басқа мемлекеттен іздеп әуре болма. Атаң қазақ мұндай дірәбілкі жоқ кезде де шөпті малға сіңімді болсын, сырап болмасын деп жады деген нәрсемен осылай чауып берген. Соңғы кездер біз жалқау болып кеттік. Жалқаулықтан бірақ дамып жатырмыз. Қазақ жігіттері мұндай шөпті турайтын дірәбілкі жасаған. Кашағып береді, ойбай пысырып береді. Шетел сүйтеді демей қойыңдар. Атам қазақ жылқы мінген, картайған жылқыларын қимағасын, ұзақ өмір сүрсін деп шөбін турап, ауырып тышқаншық болып қалмасын деп сулап, ылғалдап және жемді пысырып кашағып берген. Тісі жоқ картайген кәрі жылқыны союға қимай менің өмірлік жолдасым болған еді деп, ұзақ өмір сүрсін деп, кашаңды да пысырғанды да, осындай шөпті турағанды да, ылғалдап араластырғанды да атаң қазақ істеген. Сенбесең үйге кірде, кейуанаңнан, кәрі атаңнан сұра. Бұның бәрі тек атаңнан қалған. Осы күнде қазақтар біршама бұрынғы қазақтарға салыстырғанда жалқау болып кеткендігіміз үшін жасамай жүрміз. Біз өзімізді танығанда әлемді билер едік. Соның үшін заманға сай қазақтың жігіттері жасаған заттарын пайдаланып дұрыстап мал бағайық десем бола ма, болмай ма? Джекичан бейбилар тек қана алға. Бүгіннен басталды, таяқ жерге тасталды. Досым, оғалай бұғалай деп сұрама. Бірінші әкелесің шөпті жарып турап аласың, өзіңше тегістеп жазып аласың. Су құясың, сосын шылқылдатып су құясың. Міне мынау өз дөң. Жан-жағынан су ағып кетеді, мал соятын жер ғой негізі. Сосын бар жеміңізбен базар, шөпті әбден сулап алғасын. Менде мысалы жүгері бар, жүгеріні бір қатар жардым да. Мен сразу жарам барлығын. Менде дірәбілкілер даяр, жемді үсті-үстінде жарамын. Енді мынау болды. Енді мен дірәбілкімен арпа жарамда үстіне арпа салып, үшеуін араластырамын. Болды. Енді басқа неше түрлі жем болса, сонша түрлі жемді араластыру керек. Егер де мынауың әуреген қып-қызыл десеңіз, бұйыртса Қытайдан тікелей жем, шөп барлығын сала салатын, өзі автоматты араластыра салатын үлкен техникаларды тікелей оригиналынан кіргізуге көмектесемін. Керек болса сондай жем, жаңағы жемнің рациондарын, пайыздарын қалай өлшеп, қалай пайдаланады, жаңағы аппараттарды, мамандарды тауып беремін. Егер осылай істегенде ерінсең, жалқаулығың ұстаса, әуреген десең, заманауи аппараттарды Қытайдан тікелей кіргізуіңізге көмектесемін. Телефон 8-780-680-60-66. Таңжарық стайл, X YouTube арнасын қолдап, малы бар достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Досым, міне арпаны да жарып болдық. Міне қазақ жігіттер жасаған дірәбілкі керек болса алыңдар. Мұнда тағы бір дірәбілкі бар, 4 сала деген жігіттердікі. Керек болса алыңдар. Енді біз бүйтеміз бұны. Болды, тоқтатамыз да енді бұны. Анаң ішіндегін жарып болғасын. Oldu, bitti. Tamam. Aralastырамыз, арбамен апарамызда береміз бұйырса. Я бісміллә, міне осылай мынаған әкеліп араластырып алдық. Енді роддомда сауын сиыры бар, но қатты суда емес, қатты құрғақта емес, жеммен шөп араласқан. Роддомға апарамыз, сауын сиырға. Сосын қалғанын араластырып бұқаларға таратып береміз. Бүгінгі бізден кеткен минус дейміз ба? Мынаның үсті тегіс болмаған. Кешкісін олай қайталамаймыз, бұйырса. Енді өте әдемі деп жатырмыз. Көреміз нәтижесін. Ал, сиырлардың, бұқалардың қарсы алуы қалай болды? Көреміз. Меніңше өте әдемі жеп жатыр. Нәтижесін тағы көреміз. Құлатпа, бейби. Құлатпа. Мынаны қалған бұқаларға апарамыз.
роддомға апарамыз. Негізі өлчөмін бұдан азырақ жасау керек екен, мен өте көп жасаппын. Таусалмай жатыр. Барлығының алдында көп жатыр да. Кешкісі бұдан аздау жасаймын. Так, үлкен бұқалар жақсы жейді екен мұны. Үлкен бұқалар жеп тауысқан. Қайталай әкелдім. Мұны өлі тойып жатып қалған. Үйбің-күйбіңмен 3-4 сағат кетеді екен. Өзімізге жақсы жұмыс таптық енді. Нәтижесі жақсы болса болды.